2025 жылдың соңғы күні 31 желтоқсан күні таңертең ұйқыдан тұрсам, жолдасым таң атпай сағат 5-те тұрып, өзінің ауылдан тапсырыс берген бір жілік етін күтіп әкеліп қойған екен. Шайымызды ішіп алып, екеуміз үстел басына жайғасып отырып, қызықты әңгімелерді айтып отырып, барлық етті реттеп тастадық. Асуға, қуыруға, сорпаға, қуырдаққа, мантыға тіпті қазыны да тығып дайындап қойдық. Мына жерде мен кешкі жаңа жылға свежий еттен фаршты турап дайындап қойдым. Жолдасым әдеттегідей қазыға тығатын бүткіл етті маринадтап дайындап қойды. Осындай ұзын ішекке екеуміз екі жағынан бір ет, бір май қылып қазыны тығып алдық және оны 4 бөлікке бөліп алдық. Сіздерге қай өңірдің етін жеген ұнайды? Әрине бізге өзіміздің сыр елінің етін, балығын жеген ұнайды. Сол үшін де үнемі ауылдан тапсырыспен алдырып отырамыз. Қартасы да керемет екен, өкпе бауыры да қуырдаққа керемет болды. Және жылқының шимайы бар екен, оны да шыжғырып алатын боламын. Парақшам ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыз. Қызықты видеолармен бөлісіп отырамын.